Барлықтарыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында жасалынатын оңай әрі дәмді мини пицца дайындайтын боламыз. Ең алдымен таза ыдысымызға ыстық суымызды, салқын сүтімізді, пісте майымызды, 1,5 ас қасық тұзымызды, 1,5 ас қасық шекерімізді және 1 ас қасық ашытқымызды салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Оның үстіне 2 ас қасық ұнымызды қосып, апара дайындайтын боламыз. Жақсылап барлықтарын араластырып болғаннан кейін, үстіне пленкамен жауып, 15-20 минутқа тұндыруға жіберетін боламыз. Таза ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды және оған 1 ас қасық тұзды, 2 дана жұмыртқаны жарып, жақсылап шеуін араластырып алатын боламыз. Оның үстіне әлгі апарамызды құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Менде видеода 1 килограмм ұнға дайындадым. Одан артық ұн қоспаңыздар. Әйтпесе қамырыңыз қатты болып шығады. Егер қолыңызға қамыр жабысып жатса, алақаныңызға аз-маздап пісте май құйып, сонымен илесеңіз болады. Бірақ артық ұнның қажеті жоқ. Қамырымды мен жарты сағатқа жібердім. Айта кететін лайфхак, қыздар, егер қамырыңыздың тез көтерілген қаласаңыз, бөлек бір ыдысқа 1 стақан ыстық суды қойып, үстіне қамыр ашытқан шараңызды қойып қойсаңыз, қамырыңыз тез ашиды. Менде мысалы видеода қамырым 25 минут ашыды. Қамырымды демалуға жібергеннен кейін мен салмасына кірісетін боламын. Әркімнің қалауы салмасы, бірақ менде бүгін қызанақ, тұзды бадырен, сүтті шұжық және ірімшікті қостым. Қалауыңызша базилик қоссаңыз да болады. Әдемі иісі шығып тұрады. Ең алдымен осылай шұжықтарымды турап алдым, кейін бадырендерімді турап бір шетке қойып қойдым. Мына шетте менде ірімшік, қызанақ, шұжық, тұзды бадырен және ащы бұрыш. Ол қалауыңызша. Және пиццаның бетіне кетчупты қосатын боламыз. Менде мына видеода қамырым ашып шықты, өте жұмсақ, өте керемет болып шықты. Мен видеода қамырымды 85-90 граммнан бөлдім. Сіз одан көбейтсеңіз болады, немесе азайтсаңыз болады, ол өз қалауыңызша. Менде осы қамырдан тұп-тура 19 дана мини пицца шықты. Осылай дөңгелетіп алғаннан кейін қамырымызды тағы да 15-20 минутқа демалдыруға жіберетін боламыз. Қамыр жайтын кезде ұнды көп қоспаңыздар, аз-аздан тек асты жабыспаса болды. Үстіне осылай мен аз-аздан кетчуп жағып шықтым. Көп қажет емес, аз-аздап болады. Және ірімшікті қоятын кезде мен көп қосқан жоқпын, аз-аздан, бірақ ол өз қалауыңызша. Кейбіреулер ірімшікті көп болған қалайды, біреулер аз. Мен тек орташа қылып беттеріне қойып шыққан болатынмын. Менде 2 түрлі салма болды. Біреу осылай ірімшік қызанақ, екіншісі шұжық және тұзды бадырен. Және үстіне қалауыңызша базилик немесе орегано қоссаңыз болады. Бірақ мен базиликті ұнатамын. Оның өзі бір ерекше дәм береді. Мен пиццаларымды қызып тұрған пеште 180-200 градуста 14-16 минутта пісіріп алған болатынмын. Әркімнің пеші арқылы, бірақ міндетті түрде қызып тұрған пешке салуды ұмытпаңыздар. Базилик бұл жерде әркімнің қалауынша, бірақ бұл міндетті емес. Міне мен пиццаларымды осылай қойып шықтым пешіме. Өте керемет болып шықты. Осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Отбасыңызда, балаларыңызды қуантыңыздар, өте керемет. Дәмі енді шынымен расымен қыздар әдемі болып шықты. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Мен үшін ол үлкен қолдау, үлкен мотивация. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.